Сәлем, достар. Бүгін біз жер бетінде өмір сүрген ең алып әрі ең қызықты динозаврлардың бірі брахиозаврмен танысамыз. Брахиозавр өте үлкен шөпқоректі динозавр болған. Оның ең ерекше белгісі өте ұзын мойны. Сол ұзын мойнының арқасында ол биік ағаштардың ең жоғарғы жапырақтарын жей алған. Брахиозаврдың аты иықты кесіртке деген мағынаны білдіреді. Себебі оның алдыңғы аяқтары артқы аяқтарынан ұзын болған. Сол себепті оның денесі алға қарай биіктеу болып көрінген. Бұл алып динозавр шамамен 150 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Ол Юра дәуірінде жер бетінде жүрген. Сол заманда жер бетінде үлкен ормандар көп болған, және брахиозавр сол ормандардағы жапырақтармен қоректенген. Брахиозаврдың ұзындығы 25 метрге дейін, ал биіктігі 12 метрге дейін жеткен. Бұл дегеніміз, ол 4 қабатты үйдің биіктігіндей болған. Ал оның салмағы шамамен 30-50 тонна болған. Бұл бірнеше пілдің салмағымен бірдей. Осындай үлкен денесін асырау үшін брахиозавр күні бойы жапырақ жеген. Ол ұзын мойнын жоғары созып, басқа динозаврлар жете алмайтын жапырақтарды оңай жей алған. Брахиозавр өте үлкен болса да, ол жыртқыш емес еді. Ол өте жуас, бейбіт, тек өсімдіктермен қоректенетін динозавр болған. Оның тістері жапырақтарды жұлып жеуге ыңғайлы болған. Бірақ ол тамақты көп шайнамаған. Жапырақтарды жұтып жіберіп отырған. Ғалымдардың айтуынша брахиозавр көбіне топ болып жүрген. Үлкендері кішкентайларын қорғап отырған. Бұл оларды жыртқыш динозаврлардан қорғауға көмектескен. Кішкентай брахиозаврлар жұмыртқадан шыққан. Бастапқыда олар кішкентай болғанымен, уақыт өте үлкен алып динозаврға айналған. Брахиозаврдың ұзын мойны оған үлкен артықшылық берген. Ол ағаштың ең биік жеріндегі жапырақтарды жей алған. Осылайша басқа динозаврлармен тамақ үшін таласы аз болған. Оның үлкен денесі жауларын қорқытқан. Көптеген жыртқыштар мұндай алып жануарға шабуыл жасауға батпаған. Брахиозавр баяу жүргенімен өте мықты болған. Оның алып аяқтары денесін берік ұстап тұрған. Ғалымдар брахиозаврдың сүйектерін тауып, оның қандай болғанын зерттеді. Сол сүйектер арқылы біз бүгін осы керемет динозавр жайлы біле аламыз. Брахиозавр жер бетінде өмір сүрген ең ғажайып жануарлардың бірі. Оның ұзын мойны, алып денесі және жуас мінезі оны ерекше етеді. Егер сен динозаврларды жақсы көрсең, брахиозавр саған міндетті түрде ұнайды. Брахиозаврдың ұзын мойны тек жапырақ жеу үшін ғана емес, айналаны бақылау үшін де пайдалы болған. Ол биіктен жан-жағын алыстан көре алған. Бұл алып динозаврлар өздерінің үлкен денесінің арқасында көптеген қауіптен қорған алған. Оларға шабуыл жасау жыртқыштар үшін өте қиын болған. Брахиозавр жүрген кезде жер дірілдегендей әсер берген. Оның әрбір қадамы өте ауыр болғандықтан басқа жануарлар оны алыстан-ақ байқаған. Ғалымдар брахиозаврдың сүйектерін зерттеу арқылы оның табиғатта қандай рөл атқарғанын анықтады. Ол ағаштардың жапырақтарын жеп, ормандағы өсімдіктердің тепе-теңдігін сақтауға көмектескен. Брахиозаврдың үлкен жүрегі болған деп есептеледі. Себебі оның мойны өте ұзын болғандықтан қан басына жету үшін жүрегі күшті жұмыс істеуі керек еді. Осында ерекше дене құрылысы брахиозаврды басқа динозаврлардан өзгеше етті. Сондықтан ол ең танымал алып динозаврлардың бірі болып саналады. Брахиозавр табиғаттың нағыз алып кереметі. Оның үлкендігі мен сабырлы мінезі балаларды да, үлкендерді де таңқалдырады. Міне, достар, брахиозавр туралы қызықты мәліметтер осындай. Егер саған бұл видео ұнаса, лайк басып достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі видеода тағы да қызықты динозаврлар әлеміне саяхат жасаймыз.